Бұл сабағымыз геометриялық прогрессия тақырыбына арналады. Бірінші мүшесі нөлден өзге, ал екінші мүшесінен бастап есептегенде кез келген мүшесі алдыңғы мүшесін нөлден өзге қандай да бір q тұрақты санына көбейткенде шығатын сандар тізбегін геометриялық прогрессия деп атаймыз. Яғни бұл жерден аңғаратын болсақ, b2-нің мәні b1-ге q тұрақты санына көбейткенге тең болады, ал b3 b2-ге q-ді көбейткенге, b4 b3-ті q-ға көбейткенде тең болады. Яғни осындай теңдіктерден тұратын тізбекті геометриялық прогрессия деп атаймыз. Енді мыналар геометриялық прогрессияларға мысал. Біріншісіне тоқталатын болсақ, бірінші мүшесі 1-ге тең және q, яғни q дегеніміз бұл еселігі деп аталады, еселігі 3-ге тең. 1-ді 3-ге көбейтетін болсақ, 3-ті 3-ге көбейтсек 9, 13-ге көбейтсек 27, тағы сол сияқты кете береді. Ал енді екінші тізбекке тоқталатын болсақ, бұл тізбек шегі бар, яғни 5 қана мүшеден тұрады. Бірінші мүшесі 32-ге, еселігі 2-ден 1-ге тең. Яғни 16 тең болады 32-ні 2-ден 1-ге көбейткенге. Үшіншісі, бұл да 5 шектеулі геометриялық прогрессия 5 мүшеден тұрады. Бірінші мүшесі 64-ге, еселігі -4-ден 1-ге тең. Енді еселігінің мәні теріс болғандықтан, бұл прогрессияның мүшелерінің таңбалары ауысып тұрады. Бұл формула геометриялық прогрессияның жалпы мүшесін табу формуласы болып табылады. Енді мына жерде 7-ші мүшесін табу көрсетілген, яғни 7-ші мүшесі тең болады бірінші мүшесімен еселіктің n-1 дәрежесі, яғни n-нің орнына 7-ні қоятын болсақ, онда 7-ден 1-ді азайтамыз, 6 болады. Енді мына жерден осы формуланы пайдалана отырып, мына жерде белгісізді табайық. Онда b4, яғни 4-ші мүшесі геометриялық прогрессияның тең болады b1 көбейтілген еселіктің, яғни 4 азайтылған 1 болады, 3 тең. Енді орындарына қоя саламыз. Бірінші мүшесі 2-ге тең, q-ымыз 3-ге тең. Бұдан 2 көбейтілген 27 тең болады 54-ге. Енді екінші мысал. Екінші мысалда q-ді тап дейді. Q-ді таппас бұрын мына формула бойынша біз b6-ны жазып алайық. b6 тең болады b1 көбейтілген q-дің 5 дәрежесі болады. Енді q-ді тап дейді. Яғни мына жерден, мына теңдіктен q-ді табатын боламыз. Алдымен q-дің 5 дәрежесін тауып аламыз. q-дің 5 дәрежесі тең болады b-ның 6 дәрежесі бөлінген b1 болады. Бұдан q-ды табатын болсақ, q тең болады түбір асты, яғни түбірдің дәрежесі 5, b1 b6 бөлінген b1-ге тең болады. Бұдан енді орындарына қоя салатын болсақ, b6-ның орнында 32, b1-дің орнында 1. Мынадан 32 шығады, ал мына түбірден 2 шығады. Себебі 32 2-нің 5 дәрежесіне тең. Енді геометриялық прогрессияның қасиетіне тоқталатын болсақ, осы геометриялық прогрессияның екінші мүшесінен бастап әр мүшесі өзіне көршілес екі мүшесінің геометриялық ортасына тең болады. Ол формула түрінде былай жазылады. Айталық, бұл жерде мына мысалда 7-ші мүшесін көрсетілген, яғни 7-ші мүшесінің квадраты онымен көршілес жатқан 6-ші және 8-ші мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Енді осы жерден 7-ші мүшесінің өзін табатын болсақ, онда біз 6-ші және 8-ші мүшелерінің көбейтіндісін түбір астына алып табатын боламыз. Енді мына жерде мысалдар келтірілген. Айталық, мына жерден 8-ді алатын болсақ, 4-ші мүшесі 8 алатын болсақ, оның квадраты тең болады
4 және 16 деген көршілес жатқан мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. Мынау екінші мысал. Екінші мысалда да дәл солай. Айталық, 3-ті алатын болсақ, 3-тің квадраты тең болады. Мынау 9 көбейтілген 1-ге тең. Бұл формула геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табу формуласы. Бұл формула есептерді шығаруда кеңінен қолданылады. Түсініктірек болу үшін мына мысалды шығарып көрсетейік. Яғни бірінші мүшесі берілген және еселігі берілген алғашқы 6 мүшесінің қосындысын тап дейді. Онда S6 тең болады. Мына формула бойынша жазып алайық алдымен. Бірінші мүшесі көбейтілген Q-дің n-ші дәрежесі дейді, яғни Q-дің 6-ші дәрежесі азайтылған 1 және бөлінген Q-1 болады. Енді бұдан орындарына мына мәндерді қоятын болсақ, 1-дің орнына 5, Q-дің орнына 2. 2-нің 6 дәрежесі ол 64-ке тең. 64 азайтылған 1 болады. Бөлімінде 2 минус 1 болады. Мынадан азайтсақ 63. 63-ті 5-ке көбейтетін болсақ 315. Ал мына 2-ден 1-ді азайтамыз, ол 1-ге тең. Оны жазбасақ та болады. Сонда жауабы 315-ке тең болды. Енді осы формуланы қолданып көптеген есептерді шешуге болады. Айталық, алғашқы мысал бұл жерде 6 мүшесінің қосындысымен еселігі берілетін болса b1-ді, сол сияқты бірінші мүшесі мен алғашқы мүшесінің қосындысы берілетін болса, онда еселігін табуға болады. Егер геометриялық прогрессияның мүшелерінің саны шексіз болатын болса және еселігінің модульге алынған мәні 1-ден кіші болатын болса, онда геометриялық прогрессияны шексіз кемімелі геометриялық прогрессия деп атайды. Енді бұл жердегі мына көрсетіліп тұрған формула осы шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы. Осы формулада кеңінен қолданылады. Айталық, мына жерде бір мысал беріліп тұр. Осы мысалдағы прогрессияның қосындысын табайық. Формула бойынша қоя саламыз. Алдымен бірінші мүшесі 4-ке тең. Еселігін тауып алайық. Еселігін табу үшін, яғни кейінгі мүшесін алдыңғы мүшесіне бөлеміз. Яғни 2 бөлінген 4. 2-ден 1-ге тең болды. Бұл еселігі. Орындарына қоямыз. 1 азайтылған 2-ден 1. Бұл тең болады 4 бөлінген 2-ден 1. 4-ті 2-ден 1-ге бөлетін болсақ, онда ол 8-ге тең болады. Сонда мына шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 8-ге тең болды.